балалар, бүгінгі іс-әрекетімізде біз менің қолымда тұрған суды зерттейміз. Судың қасиетін, судың пайдасын, суға біз әртүрлі заттар салған кезде қандай реакция болатынын өзіміз өз қолымызбен зерттеп білеміз, балалар. Балалар, біз суды неге қолданамыз? Суды не істейміз біз? Ішуге қолданамыз. Дұрыс айтасында, ішуге және жуынуға қолданады екенбіз. Енді бұл судың басқа да заттарға қажет екенін бүгін зерттеу жұмысында анықтаймыз. Олай болса, балалар, іске сәт. Мен сендердің алдарында бірнеше ыдысқа су құйып бердім. Міне, Нұрая, сен суға не қостың? Бояу. Бояу қостың, Сенің бояуың түсі өзгерді ме? Иә. Қандай түске өзгерді? Жасыл. Жасыл түске өзгерді. Міне, судың түсі өзгерді. Біздің суымыз уже басқа зат болып шықты. Айнихан, сен суға не салдың? Тас. Тас салдың, Тасың қайда кетіп қалды? Суға. Не істеп кетті суға? Ол батып кетеді. Батып кетеді екен, Не үшін батып кетеді, байқадың ба? Ол ауыр. Жарайсың, өйткені тас ауыр екен. Нұргүл, сен суға не салдың? Не қостың? Құм қостың, Сенің суың түсі қандай болды? Өзгеріп кетті, лай болып кетті. Міне, судың түсі өзгерді. Өйткені суда басқа зат қосылды, суға қоспа қосылды. Нұрислам, сен суға не қостың, балам? Қант қостың, Сенің суың өзгерді ме түсі? Жоқ, Сенің суың түсі суы мөлді, тап-таза екен, Балдар, міне, қантты суға салсақ, судың түсі өзгермейді екен, таза болады екен. Ал, балам, сен суға не салдың? Қағаз. Қағаз салдың. Сенің қағазың суға батып кетті ме? Жоқ, қайда тұр сенің қағазың? Судың бетінде тұр екен, Міне, өйткені қағаз не үшін батпады, білесің бе? Айта қойшы. Өйткені қағаз, балалар, жеңіл екен, ол суға түссе, батпайды екен. Ал тасты суға салса, тас батып кетеді екен. Ал, Нұрхан, сен суға не салдың? Не қостың суына? Тұз қостың, Ал сенің суыңның түсі қандай болды? Суыңның түсі өзгерді, Қант қосқан су сияқты таза болды ма, балалар? Жоқ, тұз салсақ, судың түсі өзгереді екен, балалар. Міне, балалар, су тіршіліктің көзі. Біз сумен тамақтанып қоректенеміз, су ішеміз, сумен жуынамыз. Бұл сумен біздің даладағы өсімдіктеріміз өседі, бөлме гүлдері бәрі осы сумен өмір сүреді екен, Су тіршіліктің қайнар көзі. Міне, бүгінгі іс-әрекетімізде біз суға зерттеу жұмысын жүргіздік. Сендерге бүгінгі зерттеу жұмысы қандай қызық болды ма, балалар? Сендер көп нәрсені үйрендіңдер, балалар? Жарайсыздар. Енді, балалар, мен сендерге мынандай қызық сумен заттар қосылғанда қандай қызық болатынын іс-әрекетімізде суға зерттеу жұмысын жасады. Мен сендерге өзім суға зерттеу жұмысын жасаймын. Сендер оның жұмысында бақылап тұрасың. Жарай ма? Балалар, бәрі қараңдар. Келесі зерттеу жұмысымыз жасап көрсетеді. Ана менің қолымдағы су, менің алдымда екі ыдыс тұр, екі ыдысқа суды құямын. Жасынан құямын. Енді бұл суды мен түсін өзгертемін. Балалар, біз өзен көлдерге қарасақ, өзен көлдер астынан қарасақ, бізге судың түсі өте көркемдік көрінеді екен. Мен қазір сендерге судың түсін өзгертемін. Ол үшін маған көк түсті бояу керек. Санаймыз. 3 тамшы бояу қостым, көк бояу. 1, 2, 3. Болды. Енді мен бұл суны қозғаймын. Мен қолымда таяқша арқылы қозғаймын. Судың түсі қандай болды, балалар? Көк түсті болды, әдемі болды, Жарайсыздар. Енді, балалар, мен суда сендерге мұз қатырамыз. Судың бетіне мұз қатырамыз, және соны менің қолымда таяқша арқылы мұзды жарамыз. Ол үшін бізге мұз жасау үшін, балалар, ақ түсті ұнтақ, міне ақ түсті сұйық сабын, және көк түсті бояу, және бізге осындай мақталы таяқшалар керек. Мен осы заттарды бір-біріне қосу арқылы мен судың бетіне мұз қатырамын, және оны сендер таяқшаның көмегімен мұзды жарасыңдар. Мен қазір сендерге көк түсті жасаймын, балалар. Енді осыны былай қойып, мен ақ түсті ұнтақты себемін.
baqlab, al sen deb meni baqlab o'tirma, ya. Qaramaysan. Aq usti untog'im suvga batib ketmi? Yo'q, suvning betini tuzildi, ya. O'йткені bu aq untaq жеңіл ekan, ya. Бағана biz suvga zerттеу жасағанда, жеңіл заттар судың бетінде қалады, ауыр заттар судың түбіне батып кетеді деді, ya, балалар, ya. Мына қараңдар, ақ ұнтақ судың бетінде қалды. Өйткені бұл жеңіл болғандықтан батпады, және ерімеді, ya. Енді балалар, қараңдар, ұнтағымызды бәрін тегіс сеуіп шықты, ya. Сіздермен бақылап отырыңдар, ya. Енді мені көмекке сүйек сабын келді. Мен сүйек сабынды ыдысқа батырып аламын, міне. Енді таяқшаның көмегімен біз мұзды жарамыз. Солай, біздің алдымызға заттарымыз келді. Мен сендердің алдарыңа қойдым, ya. Енді мына таяқшаны беріп, бір таяқшаны аламыз. Аламыз. Осы таяқшаның көмегімен біз қазір кезек мұзды жарамыз, ya. Ол мұзды жару үшін біздің таяқша, мақталы таяқшамызды мына сабынға, сүйек сабынға бір батырып алады екенбіз. Мен сендерге бірінші жасап көрсетейін, ya. Міне, мына сүйек сабын, ya. Біз батырып алдық та, енді мұзды жарамыз. Көрдіңіз бе, бала? Мұз жарылып жатыр ма? Иә. Міне, көрдіңіз бе? Мұз жарылып жатыр, ya. Көрдіңдер ме? Ал, қан сендерге көрсетейін мен екінші жағын. Сүйек сабын бар, ya. Қан, бері мұқият қараймыз, қа. Мұз жарылды, ya. Жарылды ма мұз? Иә. Біздің мұзымыз жарылды, ya. Ал енді осы зерттеуді, экспериментті өздерің жасап көрген жай ма, балалар? Ал, бізге сәт. Кезек-кезек батырыңыз, бәрін бірдейміз, қа. Біреу ғана аяқын отырғызсын. Үстіне жай басында, жай.